Баршаңызға сәлем қыздар, бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын солянка тағамын дайындаймыз. Ол үшін алдымен бізге қажетті ингредиенттерді, яғни ет, картоп, сәбіз, пияз, қызанағымызды кубик тәрізді етіп турап аламыз. Қызып тұрған қазанға майымызды құйып, май қызғаннан кейін туралған етімізді салып, қызартып, араластыра отыра қуырып аламыз. Ұсақтап туралған пиязымызды салып бір араластырып, дәміне қарай тұз, паприка саламыз. Егер де паприка болмаса, томат салсаңыздар да болады. Тағы да араластырып, онан соң сәбізімізді, картопымызды кезектестіре отыра осылай салып араластырамыз. Қызанақты салып, бір араластырып, соңынан сарымсақты үкіштен өткізіп қосамыз, немесе майдалап турасаңыздар да болады. Ең соңынан суымызды құйып, суымыз біздің қайнағаннан кейін сорпаның бетіне осындай көбік шығады. Осы көбікті міндетті түрде алып тастаңыздар. Көбігін толықтай алып тастағаннан кейін шамамен баяу отта жарты сағат 40 минут қайнатамыз. Тұздалған қиярымызды кубиктап турап, сорпамызға салып, шамамен тағы жарты сағат қайнатамыз. Тағамымыздың пісуіне 5 минут қалғанда колбаса мен аскөкті турап қосамыз. Егер де тұзы аз болып қалды десеңіздер, мен сияқты осылай роллтың приправасын қоссаңыздар болады. Тағам өте дәмді, әрі дайындалу жолы да оңай. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін.